Жетпіс палуан. Балақайдың әр күні тек осылай басталады. Смартфонды қарай көз талады. Бұндай кезде ештеңені назарына ілмейді. Екі көзі дисплейде, не жегенін білмейді. Айтса анасы сын ескертпе, ұлына дым ұнамай, әкесі оны сөзге тартты. Амалсыздан, шыдамай. Ұлым менің, болмайды ғой сенің мына тірлігің. Бір шешімді қабылдаймыз. Жағдайы орай біз бүгін. Сонда ұлы бір мезетке телефоннан ажырап, дамыл алды. Смартфондай магнитнен азырақ. Біздер мұнда өзің жайлы ақылдастық, кеңестік. Смартфоннан құтқаратын спорт сүрі деп шештік. Аяқ асты күрт өзгеріс ұнамай, ұл орнынан тұрып кетті бұл шешімге шыдамай. Әкесінің тәртібіне қарсы тұрар жөні жоқ. Бала көнді, ойланып абазды көп. Балақайдың өмірі енді өзгерді. Анасы ертіп, ұстазына әкелді. Бөтен орта, да шу, көңілде бар қобалжу. Жұрттың бәрі қадалып, қарайтындай аларып. Өзгенің бәрі көңілді сайып қырандай көрінді. Енді атпайды ау таң бізге. Күн жоқ бұнда әлсізге. Басталғаныма қыспағы белбеуінен біреу ұстады. Жаттығады мекен осылай? Ауырттың ғой досымай. Жығылу, құлау мол болды. Бүгінгі тірлік сол болды. Болшығыты ауырып, үйге келді болдырып. Асқа кел, Деді анасы. Шаршағаны соншалық ықылассыз оған баласы. Әкенің ісі ұнатқан басалмай отыр кітаптан. Әкесіне келіп баласы, зиян екенін түсіндім. Әлсіз болуымның себебі смартфонның кесірі. Жадырай әке қарады. Жарайсың деді. Қарағым. Кітап жайлы бала сұрады. Несімен сонша ұнады? Балам, өзің қарай ғой. О, рахмет әке. Алақай. Деді де оған көз тікті. Өзге дәуірден бір шықты. Ғасыр жарым сірә шегініс. Болмады бұның тегініс. Бодан болған кез қазақ. Тәуелді болсаң көп мазақ. Биледі елді жатызғар. Губернаторлар, ояздар. Сол ояздың біреуі аралап елді жүреді. Өкім етіп, шешім шығарып, орындамаса оны ел қарып. Халықты алды еріп, сөз сөйлейді бұйырып. Ал қазақтар келіңдер, күшімізді тағы көріңдер. Мынау менің палуаным, мықтының жеңген алуанын. Жеңген жанға алтын бар, жеңілудің шарты бар. Жеңімпазға қанжар берлер, жеңілген оған ілінер. Орыс палуан ірі екен, адам емес піл екен. Және шарты тым қатты, алтыннан да жан тәтті. Табыла қоймады ешкім маңайды. Жаннан безу оңай ма? Осылай боларын білдім анық. Дегенде губернатор масаттанып, палуанымыз шықты, басып нық. Жол берді оған ел танып. Жас емес жігіт ағасы, егде тартты демесең, жауырны жерге тимеген 70 палуан елдің панасы, деп таныды оны жұрт. Ымдады ояз, көзін құрт. Менсінбей тұрған орысың жармасты бірден жағаға. Қызыққа батқалы ояз тұр, басталса екен деп азар тұр. Ояз өзіне сенімді, талайлар бұл дәуден жеңілді. Жеңдерін түріп палуандар алыса кетті. Қосмақты, сарт-сұрт дыбыс шаң шықты. Орыс палуанның бойы биікті. Жастау әрі иықта, демін тартып ішіне. Жұрт қарап тұр палуандар ісіне. Ойланып қалды оязда, күдік келді сол бойда. Берсер емес қазақта, қалар мекен өзі мазаққа. Аруақ дебісті шалт қалды. Өзіне тән әдіспен айналдырып әкеп лақтырды. Орысқа сор боп салмағы гүрс етіп жерді қармады. 70-тің астында қалады, есінен танып барады. Мәз майрам болды қауымы, қырқылдай шықты дәуіні. Ояз тұр дымда ағалмай, шарасынан көзі шығардай басылды елдің үрейі. 70-тің үсте мерейі. Бәрінен бұрын шарт қымбат, ұсынды қанжар бір солдат. Жұрт тынды, несі қылар деп, өлімге қалай қияр деп. Ұсынған оған қанжарды дәугемес жерге қадады. Көрермен бұны қобалды.
Ояз жұртты менсінбейтін паңжанды. Бірақ қазақ палуанына таң қалды. Сөз де болмай сол сәтте Ояз ойын жеткізер, ашудан іштей булығып, мойында да жеңісін жетпістің. Сөзімізге тұра алмасақ, болар сірә бізге сын. Жеңімпазға табыстаңдар, уәде етілген жүлдесін. Қане, қайда салар жерің? Бергенін мол қарпып ал. Жомарт ұлық қолынан жолың болды. Алтын ал. Қабыл алды палуан сыйды, өзін емес, халық үшін. Тосты сонда түгел емес, етегінің бір ұшын. Борап жұрттан ақыл кеңес, шу айқай. Етегіңді түгел тоссай, естеймісің, жетпісай. Жұртпен бірге аң-таң болып, ойлап қалды Оязда. Мынаның күші көпте ақыл ойы таяз ба? Алтын емес, қаладым мен сый тартудың басқасын. Және білем, ол сыйлықтың алтыннан да аспасын. Жер берсегер, бір өгіздің терісімен қамтыйтын, болар еді маған сол сый, бар алтынға татыйтын. Сұрағаның шыныменен бір өгіздің терісі, соққан жоқ па мұны өзіңді қырдың жын мен перісі? Ояз ойлап, бұл қазақтың ақылы кем, дырауа. Алтыннан да қымбат көрсе, болсын деді, қалауа. Сұрайды жұрт аң-таң болып, бірін-бірі түртпектеп. Ұқпадық қой, 70 палуан құшақ жүрді қайтпек? Деп сонымен бұл іске нүкте қойылды. Бауыздалып замай бір дәу өгіз сойылды. Қасапшының ісінен шеберлігі білінді. Жіп-жіңішке таспа жіп, бұл теріден тілінді. Сол таспаны қолға алып 70 келді ұлыққа. Өткендегі сөзіңіз әрі берік, анық па? Расталған соң уәдесі жіппен біраз аумақты қоршап шығып, таңғалған жұртты біраз шулатты. Ұзын екен бұл жіпте, қоршап жатыр бітпестен. Алтыннан мол алмады деген күңкіл шықтестен. Бұл жер біздік дейтұғын сансыз қада қағылды. Жіпті керген палуанға ерген халық ағылды. Таспа жіппен қоршалды, алқап сулы, шұрайлы. Бір қауымның күніне бұл молынан жарайды. Даналығын палуанның орыс ұлық сонды ғып, дау айтпа далайда. Даусы шықпай қымығып. Көріп жүрген кезінде ақ бодандықтың азабын, арқасында палуанның жер еленді қазағым. Құт мекен боп біразға, малға, адамға ұнады. Сол қауымнан өрбіген, мыңдаған ұрпақ тарады. Бұның бәрін білгенде, арылалмай әсерден, шат көңілмен айтты бала, палуан болам, әке мен. Я балақай, хикаяның айтар ойы сол еді. Ақыласқан білектінің елге қайыры көп диеді. Қолындағы кітаптың негізгі ой түйіні. Бүгін қызық болғанмен, зияны көп қылықтан уақытылы бас тартсаң, жетістікке жетерсің.